Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Зе Құлымбет. Егер Зе Құлымбет YouTube арнама бірінші рет кіріп отырсаңыздар, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып отырыңыздар. Осы видеоның аяғында қосымша сұрақтарыңыз болып жатса, онда комментарий астына түсіп қойып отырсаңыздар болады. Мен барлық комментарияны оқып шығып жауап беретін боламын. Және достар, менің Telegram каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, ол жақта актуалды информациялар шығып отырады. Бүгін біз Telegram боттан ақша шығаратын және шығармайтын екінші версиясын тексеретін боламыз. Және достар, осы видеоның астында мен барлық Telegram ақша шығаратын боттардың ссылкаларын қоятын боламын. Сол себепті астыға түсіп, қалған боттарыңызға кіріп ақша тапсаңыздар болады. Ал біз сразу практикаға көшейік, экранға назар аударайық. Етекте сұрпабетте лайктарыңыз Зе Құлымбетке. Сонымен достар, қазір мен айтқан боттан ақшамызды шығарып көреміз. Ол бот ақша шығара ма, шығармай ма? Маған да қызық болып тұр, сіздерге секілді. Так что қазір соны тексеріп көрейік. Міне қазір мен экран, запись экраннан қосайын. Топ Тиги Малай деп аталады. Міне жоғары көрсеңіздер қанша задание орындап шыққанмын. Енді қазір сол заданияларын шығарып көреміз, то есть выводты шығарып көреміз. Міне личный кабинетке кіреміз. Бұл жерде вывестіні басамыз. Міне 15 рубль жиналып қайда? 15-те 27 рубль. Бұл жерде минимальный вывод 15 рубль. Вывести басамыз. Жеке мен өзім Яндекске шығарам, себебі маған ыңғайлы. Болашақта потом Яндекстен ары қарай мен криптовалюта сатып аламын. Так что маған Яндекске ыңғайлы. Сіздер Kiwi, Payeer өздеріңіз білесіздер. Міне номер кошелька жаз деп жатыр. Яндекстің мен уже алдын ала скопировать етіп қойдым. Қазір кошелькамызды ставить етейік мына жаққа нөмірімізді. Отправить. Так, теперь укажите сумму вывода дейді. Ну, давайте 15 рубль дейік ровно. 15 рубль. Так, ваша выплата будет произведена в течение 48 часов. Тағы да ассалаумағалейкум миллионерлер, біз уже қайтып оралдық. Қайтып оралған кезде бір күн күттік. Мен кеше жібердім, заявка бүгін түсті. То есть примерно түсу уақытысы бір күн, және сіздерге қазір көрсетейін. Кстати, 1 минут. Қазір запись экраннан қосып алайын. Қазір Яндекс теңгеге кірейік. Яндекс кошелегімізге. Міне так, историяға кіреміз. Міне бізде историяға бүгін түсті, примерно сағат 9-да түскен екен. То есть бүгінгі таңертең түсті 14 рубль 70 копейка. То есть примерно 30 копейка комиссия ұстап қалды. Мен 15 рубль вывод жасағам, 30 рубль копейка комиссиясы бар екен. Міне осындай получен. Дата, бүгінгі число. Так, piastrix.com, пополнение счета Яндекс деньги. Осындай екен. Біздің алдыңғы ботымыз, мысалы Tegma ботымыз болса, Tegma ботымыз бізге Kiwi'ден аударған еді. Ал мынау бот бізге басқа сайттан аударды, басқа дейден аударды, басқа платформадан. Бірақ сонда да бізге ең басып түсті. Бұл өте жақсы не. Қазір біз ботқа кіріп көрейік. Міне ботқа кірейік қазір. Міне ботқа кірсек, ваша заявка на вывод средств обработан дейді. То есть 15 рублей выплачено на ваш кошелек. Не забудьте отправить скрин выплаты осындай. Бізге 15 рубль жіберіпті, и аяқтан 30 копейка ұстаған екен. Ну, нормально. Ең басты бізге ақша түсті. Бұл бот ақша шығарады. Онымен қоса қазір осы боттың бір артықшылықтарын айта кетейін. Себебі мына ботта бір маған нелері квест деген бар екен. Но капчаны бізге өтей салайық. Так 11 ғой приоритеті 11. Мына жерде квест деген бар. То есть заданиялардың бәрі обычный, өздеріңіз білесіздер қалай орындау керектігін. Подписаться, вступить в группу, там перейти в бот, одан кейін смотреть посты. Мына жерде квест деген бар астында. Квестте бір жақсысы, сіздер задание орындаған үшін сізге рубль береді. Мысалы бірінші квест басамыз. Мына жерде жазылып тұр, пригласить 10 активных рефералов деп тұр. Награда 3 рубля. Менде уже 3 адам пригласил мен. И осыдан кейін, то есть осы 10 адам шақырғаннан кейін маған просто так подарок ретінде 3 рубль береді. Бұл өте жақсы. Одан кейін екінші квест, қазір ашылса көрейік, ашылам екен. Міне квест номер 2. Здесь жазылып тұр, заработать 10 рублей, награда 4 рубль в подарок дейді.
И дальше больше кете береді. Квест мысалы қанша? 8 квест бар. 8-ші квестті бассақ бізге мына жазыпты заработать 20 рублей, награда 5 рублей. Короче, осылай ашыла береді. Так что достар, бұл как раз керемет жақсы бот, өзінің бір артықшылықтарымен. Почти әр боттың өзінің бір артықшылықтары бар. Сол себепті сіздер ботқа кірген кезде ботты толыққанды ақтарып шығыңыз, қандай нелері бар. Кейбір боттарда лотерея бар, кейбір боттарда плюс задание орындайсыз и плюс сіздерге бонус береді, күн сайын бонус береді. Просто так получить бонус басасыз и там доллармен, евромен, рубльмен ала бересіз. Сол себепті әр ботқа кірген кезде сол боттың толыққанды былай ақтарып шығыңыз. Өздеріңіз қараңыздар. Мен бір боттан примерно 15 күнде 15 рубль тапсам, бір айда 30 рубль. Егер сіздерде 10 бот болса, 10 боттан примерно 300 рубль табасыздар. Және достарыңыз шақырсаңыздар, онда даже может 400, может 500 рубльге дейін табу мүмкінсіздер. Сол себепті даже бұл бір аккаунтпен ғана достар, бір аккаунт. Егер сіздерде 2 аккаунт болса, то есть сим-картаңыз басқа сим-картамен кіріп, немесе Telegram X деген секілді Telegramның қосымша аккаунттарын жазып, копирование Telegram деген секілді сөйтіп жазсаңыздар, онда уже 1000 рубльге дейін ай сайын тапсаңыздар болады. 1000 рубль примерно теңгемен шаққанда 6000-5000 теңге шамасында. Так что бұл боттарға кәдімгідей серьезно қарасаңыздар, онда нормально табасыздар. Сонымен достар, осы боттың және басқа ақша шығаратын боттардың ссылкаларын бәрін видеоның астына қоямын. Асықпай өздеріңізге қайсы ұнайды, қайсы ұнамайды, соларға кіріп өздеріңіз жұмыс жасаңыздар болады. Және менің Telegram The Qumbet Money каналыма тоже боттардың тізімін қоямын. Ол жағын бәрін ойындамаңыздар. The Qumbet блог Telegram'a тіркеліп отырыңыз. Егер осы видео сіздерге ұнаса, онда лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып отырыңыз. Видеоны өткізіп алмау үшін және колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Егер қосымша сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий астына қойсаңыздар болады. Барлықтарыңызға жауап беремін. Сіздермен мен The Qumbet, келесі жүзгенше сау саламетте болайық. Егер видео ұнаса, комментарийдің астына сұрақтарыңызды қойып, видеома лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Сіздермен болған The Qumbet.